Жалпы Қазақстанда қандай жанрларды көп түсірген дұрыс деп ойлайсыз өзіңіз? Енді Қазақстанда барлығымыз білеміз, кино әлемінде жүрген жалпы барлығы біледі, көз ашық адамдар. Қазақстан елінде бізде тек қана қазіргі уақытта өкінішке орай комедия жанры ғана өтеді. Бірақ дегенмен енді біздің кино әлем қазір Қазақстанда танып келе жатыр. Аллаға шүкір, көптеген кісілер оған лебін қосып отыр. Мысалы, Азамат Сатыбалды ағамыз қазір енгізіп отыр жақсы жаңалықтарды. Жалпы тарихи және боевик жанрын түсірсе, триллер жанрын кіргізсе өте жақсы болар еді. Әр халықтың кішкене былай ой өрісімен қараңғы деп отқан жоқпын қазақ елімізді, бірақ енді жаңа мода дейді ғой, енгізе беру керек ақында бар. Жалпы өзіңіз қандай жанрда бас тартады едіңіз киноға түсуден, егер сізге ұсыныс түсіп жатса? Менің бір мақсат арманым тарихи киноға түссем ба деп жүрмін. Мақсат арманым сол қазіргі уақытта. Енді историяңды түсірмеу үшін ақында өз деңгейіңе байланысты жоғары болмасын, төмен болмасын деп сәйкестігін білдіруге тырысасың. Рахмет. Жоққа шығып.